Мінекей қыздар, қазір мен осы түп нұсқаны сіздерге көрсетіп отырмын. Тура осылай түп нұсқаны сызып алыңыздар. Бұл менің видео сабақтарымда, YouTube каналдарымда өте көп әртүрлі түп нұсқа декалдарды дайындап көрсеткенмін. Соның ішінен көріп алыңыздар. Міне жерде қайта мен сіздерге сызып көрсетіп отырмын. Мына жерге қазір выточкасын саламыз. Выточка лопатканың қасына шейін келу керек. Төмен жағы 10 сантиметр-ақ түсіп тұру керек. Міне осылай выточкасында салып аламыз. Бұл артқы бойы. Енді бізге осыны костюмге, прямой көйлек, притальный көйлектерге арналған арқасын қалай ортадағы тігісті қалай қыналту керек, соны көрсетемін. Мына жерден 1,5 сантиметр аламыз. Сөйтіп белгілеп алып, бұны линейкамен мойнына шейін 1,5 сантиметрді сызып қосып аламыз. Енді төмен жағынан мына выточкасының ұзындығына лайықтап, мына тура соның тұсына қойып, енді бұл жағында осылай сызып, қазір қырқып тастап көрсетемін. Қыздар, сіздерге ұнаса лайк басып, подписаться етіңіздер. Келесі қандай нелерді көргілеріңіз келеді, киімдерді. Мінекей, қазір енді мына жаңағы сызғанымызды қырқып тастаймыз. Қырқып болған кейін қарасаңыз, өте әдемі, арт жағы беліне тақалыңқырап, әдемі болып көрінісі өте жақсы болып тұрады. Міне көрсеңіз осылай. Бұл прямой, притальный көйлектерге де, костюмдерге де қолдануға өте тиімді и әдемі. Міне енді алдыңғы түп нұсқасы. Бұл жерде де мына выточкаларын көрініп тұрсын деп қазір сізге сызып көрсетемін. Мына қолтық астындағы выточка, мына жерде алдыңғы жағының выточкасы. Енді біз выточкасын салып алып, мына жерден 3 сантиметр бізде выточкасы бар, оны ұмытып кетпеңіздер, обязательно қосып салынады. Енді міне выточканы салдым. Міне осылай өте әдемі болып көрініп тұр. Бұл жерде сіздерге пайдасы тиіп қалар деп әтеге салып отырмын, қыздар. Туған туыс бауырларыңа да, танитын адамдарыңызға да жіберіп отырыңыздар. Оларды подписаться етіп, өте тиімді менің YouTube каналымда көптеген видео сабақтар бар. Мен сіздерге мына принцесса выточканы көрсетем. Принцесса выточка осы екеуінің ортасынан алып, мәмесінің ұшынан төмен қарай сызамыз. Біз енді мына жерден, мына выточканы ара қашықтығынан 3 сантиметр жылжытып аламыз. Сөйтіп, мына жерге қалта салуымызға болады. Или рамка қалта, немесе лисичка қалта саламыз мұнан. Притальный болып, әдемі болып тұрады. Қазір мен бұның сіздерге кесілуін көрсетемін. Мінекей, осы жерден біз бұлай выточкасын алып тастаймыз. Міне. Енді мына выточканы да алып тастайтын боламыз. Міне. Енді бізге мына жерде принцесса выточка ашылу керек. Міне қарап тұрсаңыз, қазір бізде ашық емес, тек мына выточканы алдық. Оның ашылу үшін мен сіздерге өңше көрсетіп жүрмін. Боковой выточканы не істеуіміз керек? Жабуымыз керек. Міне, боковой выточка. Боковой выточканы бұлай, міне осылай жабуымызға болады. Ол үшін біз бұл жерге скотч қыстырып қояйын, қазір көрсетем сіздерге. Мына жерге мен әзір скотч жабыстырып қояйын. Міне жабыстырып қойдым. Енді қазір көресіздер, қарап тұрсаңыз, мына жерге бұлай қойған кезде, выточкамыз ашылды. Көріңіз бе бұлай.
Енді біз мына жерге нені сала береміз. Қалталарды да сала береміз. Принцесса выточкамызды тігіп аламыз. Көрдіңіздер, өте жеңіл. Бұл жерде особый қиын ешнәрсе жоқ. Мұқият қайта көріңіз. Комментарияға жазыңыз, түсінбесеңіз, мен қайта сіздерге сызбаны көрсететін боламын.